Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 49-шы сабақ. Өнер алды қызыл тіл. Қарлығаш әулие. Ел көшкен ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама кезінде Төле би киіз үйін жинамапты. Қасиетті жұртын қимапты. Сонда жоңғар қолбасы келіп Төле биден сұрайды: неге көшпей қалдыңыз дейді. Сонда Төле би айтады: шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқан кезде Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған құс. Ал адам баласын жылан шағайын деп жатқан кезде қызғыштай қорыған құс еді дейді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапандарын жылатып кете алмадым дейді дана Төле би. Бір ауыз сөзі мың ауыз сөзге татитын Төле бидің адамгершілігін, әділ шешімін таныған жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екен деп әскерін қайтарып жіберіпті. Әйгілі ұлы жүздің бас биі шешен Төле би киелі құсты, қарлығашты осылай түсіндірген екен. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.